Бәріне сәлем, құрметті алтын достарым. Бауырды қалай бір айда емдейміз, сол туралы айтатын боламын. Видеоны соңына дейін қараңыз. Көріп отырған видеоларыңызды жалғастырмас бұрын, егер каналға тіркелмесеңіз, тіркеліп алыңыз, лайк басыңыздар, тегін лайктаймаңыздар достар. Қазақша контентті қолдап жүрейік, және де қоңыраушаны басып, достарыңызбен қазақша контентті таратып жүріңіздер. Ол үшін бізге керек 2 стакан су, 1 стакан мейіз. Мейізді жақсылап жуып аласыз, сосын осы 2 стакан суға саласыз. Салғаннан кейін 2 минуттай қайнатасыз. Қайнатып болғаннан кейін 2 минут бетін жауып қоясыз, сосын таңертеңге дейін тұндырып қоясыз. 9-10 сағат тұнып тұру керек. Сосын таңда аш қарында осы мейіздің суын ішесіз. Мейіздің өзін жеп қоюға болады. Осы қоспаны 1 ай бойы аш қарында ішесіз. Бұл бауырды тазалайды, бауырдың жұмысын реттейді, қызметін жақсартады және бауырды емдейді. Достар, видео пайдалы болды деп ойласаңыз, лайк басып, каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіздер және достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Денсаулықтарыңыз мықты болсын, бауырларыңыз аман болсын, сау болыңыздар.